Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алашылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ақтөбе облысында ірі қарадан қарасан індеті шығып, бір ауылда карантин жарияланды. Тоқмансай ауылындағы шаруа қожалықтарының бірінде аша тұяқтылар қырылып жатыр деп хабарлады Түркістан КЗ. Алға ауданындағы Тоқмансай ауылындағы фермадан малды далаға шығаруға және жем-шөп тастауға тыйым салды. Мұндағы сиырлар 3-4 күн бұрын ауыздарынан су ағып, іштері ісіп құлай бастаған. Алғашқы жылда ветеринар мамандар малдарды уланған болар деп топшылапты. Зертханалық зерттеуден соң ғана сиырларға қарасан тигенін анықтаған. Бұл індет шыққан мал өліп тынады, етін жеуге болмайды. Осыған дейін бір ай бұрын Ойыл ауданында да шаруа қожалығынан қарасан ауруы анықталып, карантинге жабылған болатын. Шешім шығарылып, карантин енгізілгеннен бұл шаруашылықтан мал жем шөп алушыларға өнімдері шықпау керек, басқа жақтан келмеу керек дейді Ақтөбе облысы ветеринария басқармасы басшысының орынбасары Бердімұрат Бекжанов. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.